Бул Елордадагы клиникалардын бириндеги көзертхана. Оруктандырууга катысты бүкүл процесс осында жүргүзүлөт. Аталык жана аналык жасуушаларды алуу, уларды текшерүү, эмбрионду жатырга көчүрүүгө дейинки кезең эмбриолог мамандардын міндетинде. Келинчектерimiz биздин гормоналдык стимуляция алат. 12 күндөн кийин биз олардын клеткаларын аламыз. Сол күнү клетканы алган күнү жубайлары шабыттерин тапшырат. Сол шабыттерди жанагы яйцеклеткалар менен биз косамыз. Сол коскандан кийин 5-6 күн өсүрөбүз. Эмбриондар толук калыптаскан соң криосактоо бөлмесине ауыстырылат. Мында суюк азотпен толтурулган жуар ыдыстарда -196 градус температурада катырылган эмбриондар мен аналык жасуушалар сакталат. Жуар ыдыстары температураны турактуу ұстап туратын арнайы криоконтейнерлер. Осындай жагдайда биоматериалдын курулуму бузулмайт. Америкада 27 жыл бурун катырылган эмбрион осы жакында 25-жылга салынган. Осыл менин өзүмдүн тажрыйбемде ең ұзақ сақталынған эмбрион бұл 98 жыл қатырылған эмбрионды мен 2016 жылы жібіткем. Жуарға 1000 астам қатырылған эмбрион сыят. Осы сосудтардан біз шығарамыз да, шығарып, осы мындай ванночкаларға сұйық азотпен алып, өз лабораторияға апарамыз. Сол лабораторияда біз ерітеміз. Сол еріткеннен кейін 2-3 сағаттан кейін біз сол эмбрионды жібітіп саламыз. Криоконсервациялау каупсиз әрі тиімді әдіс. Бұл әйелдерге жүктілікті өздеріне қолайлы уақытқа жоспарлауға мүмкіндік береді. Дәрігерлер әйел ағзасы үшін ең қолайлы репродуктивтік кезең 20 мен 35 жас аралығы екенін айтады. Осы жаста алынған жасушалар сапалы болады. Бастысы медициналық талаптар қатаң сақталуы керек.